Жаным, Айгерім, тез шықшы күтемін сені. Сен башыншы этаждағы 93 жылға Айгерім деген қызға келіп тұрған? Я, не болды? Кім боласың сен оған? Жігітімін. Сенімсің. Ағасымын. Ағасы? Мен қарындасыма жақындап бердің? Жоқ, жақындамаған вообще. Қолынан ұстап бердің? Ой, жоғы вообще. Кәне? Әкеш қолын. Мен қарындасым үй шықты ғой, қолынан ұстаған соң, а? Құшақтасып бердіңдер? Жоқ, құшақтаспаған. Кәне, құшақта мені. Құшақта дедім. Қарындасың үй шықты ғой үстіңнен. Сен қарындасыңа сүйісіп бердің? Жоғы, ары кетсе құшақтадым. Ой, онда кел сүйісеміз. Жоғы, братан. Кел сүйісеміз, тексеремін. Хорошо, что сүйіспедің. Сүйіскеніңді айырып жіберетін едім сені. Маған. Не болды? Жай ма? Маған измена жасадың, еще еркекпен, еще түрі онша емес еркекпен. Фуй. Танчо, все. Үйді жина, тамақ істе. Тыныштықпа не болып қалды? Лишний әңгіме керегі жоқ. Давай бұл тез. Болды қазір, 6 секунд. Айтсаңызшы, не болды? Тамағың дайын ба? Иә. Все, бастайтын уақыт болды. Нені? Менің ойынымды достар. Картон қарамыз, мынау ақшам бәрі сіздерге. 5 адамға 5 мың теңге, 5 адамға 10 мың теңге, 4 адамға 20 мың теңге, 1 адамға 50 мың теңге және 1 адамға 100 мың теңге сыйлайтын боламын. Ойынның шарты біреу-ақ, сіздер менің подписки бөлімінде тұрған 100 досыма тіркелу керексіздер. Тіркелмеген адам қатыса алмайды. Және де осы видеоның астына тоқтамай комментарий жазыңыздар. Мен стоп арқылы 5 мың теңге, 10 мың теңге, 20 мың теңгелерді ойнататын боламын. 50 мың теңгені сториста, ал 100 мың теңгені тікелей эфирде дырылдату арқылы ойнатамын. Главное, менің 100 досыма тіркеліңіздер, сториске қарап отырыңыздар. Стористе жеңімпаздарды салып отырамын. Тамақтың не жұмыс істедің мен? Просто қарым ашып беріп тамақ ішіп. Давай қазір екеуміз бір-бірімізге еркелететін сөздерді айтамыз. Бірақ сол сөз қайталанбау керек. Келістік па? Давай, мен бастаймын. Жаным. Күнім. Жүрегім. Айым. Жұлдызым. Тәттім. Ботақан. Қошаққан. Красавицам. Красавчикім. Сұлуым. Фигурная моя. Ласковая моя. Нежная моя. Учитик. Күшті келін. Күшті күйеу бала. Жоқ. Жоқ, фу күйеу бала десе. Мен көп айтатын білім қалып тұрайсыз, вообще мен еркелетпейді. Вообще маған дандай нормальный сөз айтпайды. Вот мама мен еркелетеді ғой. Әйелім вообще еркелетпейді. Қалай көрші, амалсың ба? Дайынсың ба? Конечно, дайын. Танчер, еске аламыз, баняға кет. Қайда, баняға? Я баняға. Мен де барам. Ол, давай. Көрі тұршы. Қазір бір мен көрші. Жүрші, Танчер. Қалай айтсам екен. Баня ол адам секілді. Адам мысалы, мужчина, женщина деп бөлінеді ғой. Тура солай баня. Женский, мужской деп бөлінеді. Біз мужскойға барып шешініп жуынамыз. Мен далада күтіп тұрамын. Дала суық үйде тұрдым. Машинада күтіп отырамын. Біз машина тастап кетеміз. Буға дейміз. Так, либо сіз қазір баняға бармайсыз, либо мен қыздармен баняға барамын. Көп сөйлеме. Қарашты тілі шығып тұрғаннан. Отыр давай үйде. Никакой қыздар, никакой баня. Давай, көрші. Ей, көрші. Баня ше? Мен душқа түсе саламын. Ішім ауырып жатыр, дым ренжиді. Давай, көрші. Ассалаумағалейкум. Қалай, көрші? Ама есе шүкір бәрі жақсы. Не Мына болды? мәселеға тойға шақырамын. Барам. Қалай көрші? Той ма? Міндет той. Баламның сүндет тойы. Қалай? Болды, жарайды, барамыз. Көрші, мә, қызым ұзату, қалып кетпен деді. Той ма тағы? Мероприятие! Любили әйелін қыржас көрші. Танчер, кеттік болды. Қайда, қонаққа ма? Жоқ, басқа жаққа, көшеміз болды. Ақшам бәрін көпшін тойына береміз.
Та-ла-ла-ла-ла-ла, тинг-танг-тинг. Та-ла-ла-ла-ла-ла, тинг-танг-тинг. Королева Куртов. Құрттардың королевасы. Өзі охранять етіп тұрады осы жерде. Ешкім алып қоймасын, жеп қоймасын деп осы жерде тұрады. Осы маманың бизнесі күшті. Құртты арзан бағадан алып алады да, елдерге залда қымбатқа сатады. Өзіміз жейміз ба, или өзім жеймін ба? Мен елдер жейді. Біз жемейміз ба, Танчоққан еді? Мен жемеймін ба? Сен жемейсің ғой? Дәмір екеуінен жоқ. Дәмір ұрлап жейді ма? Ұрлап жейді ма? Дамир құртты ұрлап жейді екен. Йо. Мама өш телефонды қойып жатыр. Бітті, қаш, жұтып қой құртыңды. Бүгін мына қыздан бақытты адам жоқ. Бауырлар мінекей, жанында. Қалайсыз, мам? Жақсы ма? Чемпион? Салам алейкум. Еще басы бос қыздар. Балдызым басы бос емес, бос болса да бос емес. Пока оқиды ол. Таразға келгенімізге 5 күн болды. 5 күннен кейін барып, енді сіздерге кеп қауышып жатырмыз. Танчо просто сіздерді жақтырмайды екен, кездеспей қойыпшы деді. Мен айттым, жүрші, мамаға барайық десем, ой, қойш дейді. Мынандай торт істей аласың ба? Иә. Мынандай пицца істей аласың ба? Иә. Мына торт істей аласың ба? Иә. Суши істей аласың ба? Жоқ. Ой, қолынан дым келмейді ғой. Бұны қалай түсінуге болады, мама? Енесі келіне көмектесіп жатыр деген сөз ба, или келіне енесіне көмектесіп жатыр деген сөз ба? Бұл кетші деген сөз екен. Мама екеуің жинап атқандарың что обозначает? Енесі келіне көмектесіп жатыр ма, или келіне енесіне көмектесіп жатыр ма? Мені бәрі үйде жақсы көреді. Танчо. Мынау саған. Мама. Да-да-да-даң. Мынау сізге. Осы Танчо, мен түсінбеймін, неге мама екеуің бірге үй жинайсыңдар? Енді мамаға өзім істеймін десем де бәрі, мама өзім қалағанын жасайды ғой. Вот шыныңыз айтыңызшы, сізге келініңіз араласпа десе де, неғып үй жинауға араласасыз? Секрет. Мен айтайыншы, қандай секрет? Ол пол жуамайды.